Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай керемет, үлпілдек әрі өте жұп-жұмсақ. Ең алдымен менің YouTube каналыма тіркеліп, маған лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі ақуызбен жұмыс істеу үшін бірінші ыдысымызды тазалап, егерде бір тамшы су болса, оны сүртіп тастаймыз. Себебі ақуызбен жұмыс істерде ыдысымыз таза болмаса, ақуызымыз дұрыс шықпайтын болады. Сонымен қатар бізге 5 дана жұмыртқа керек. Жұмыртқамыз салқын болғаны дұрыс. Себебі ақуыз көтеріліп дұрыс шығу үшін, әппақ болып, өз формасын жақсы ұстау үшін жұмыртқада салқын болған дұрыс. Енді видеода көрсетілгендей ақуызды сарысынан ажыратып аламыз. Енді жұмыртқаның сарысына 150 грамм қанттың 30 граммын саламыз. Қалған 100 грамм қантты жұмыртқаның ақуызына 3 бөлікке бөліп саламыз. Достар, ақуызды миксермен миксерлесеңіздер де болады, немесе осындай планетарный миксерді қолдансаңыздар да болады. Ол өз еркілеріңізге байланысты. Ең алдымен қант қоспай, ақуызды бірінші көпіргенше миксерлейміз. Ақуызымыз міне осылай көпірді. Енді қант саламыз. Қант салып қайтадан миксерлейміз. Не достар, біздің ақуызымыз жылтырап тұр, яғни текстурасы да сондай қалың болып көрінеді. Яғни ол дегеніміз біздің ақуызымыз дайын дегенді білдіреді. Ақуыздың дайын болғанын қалай білуге болады? Яғни біз ыдысымызды төңкеріп көреміз, және де қолмен осылай ұстап, формасын сақтай ма, соны осылай тексерсеңіздер болады. Келесі жұмыртқаның сары уызын венчикпен әппақ болғанға дейін араластырамын. Сіздерде миксер болса, қолдың миксерлеуге де болады. Міне достар, біздің сары уызымыз дайын болды. Яғни осындай міне біздің енді ақуызымызды сіздерге көрсетіп жатырмын, өз формасын қалай ұстайтындығын. Және де енді ақуызды жұмыртқаның сары уызы мен ақуызын араластырған кезде миксер қолданбаймыз. Себебі миксер ақуыздың формасын жоғалтады. Ал бізге ақуыздың формасы керек, бисквит үлпілдеп, сондай пышный болып пісу үшін. Яғни күрекшенің көмегімен осылай видеодағыдай араластырамыз. Келесі ұнға 2 шай қасық қопсытқышты салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді дайын болған ұнды осылай сито арқылы 3 бөлікке бөліп, жаңағы ақуызға осылай саламыз. Және де оны араластырған кезде видеодағыдай осындай кондитерлік күрекшемен төменнен жоғары қарай араластырамыз. Оны қасықпен араластырғандай араластыруға болмайды, өйткені өз формасын жоғалтып алады. Біздің ақуыз қосылған, яғни қамырымыз міне достар осылай дайын болды. Консистенциясы осындай орташа қалыңдықта болғаны дұрыс. Енді форма дайындайтын боламыз. Менде осындай кольцо, сіздерде егер 22 сантиметрлік форма болса, соған пісірсеңіздер де болады. Менде осындай кольцо, мен яғни оның астын осылай пергамент қағазын төсеп, және де фольгамен жан жағын жабамын. Енді формаға жаңағы қамырды саламыз. Қамырды барлық жеріне біркелкіп
біркелкі қылып салып, оның яғни кондитерлік күрекшемен бетін тегістеп және де жан-жағына жетпей қалған жерлеріне жеткізіп салу керек. Себебі біздің бисквитіміз біркелкі болып пісу үшін, яғни қамырды да дұрыстап ешқандай жерінде жаңағы ауа қалып қоймас үшін осылай кондитерлік күрекшемен бетін жөндеп шығамыз. Соңында осылай формадағы қамырымызды былай сілкісек те болады үстелдің үстіне, және де осылай ары-бері қозғауымыз керек. Өйткені арасында воздух қалып қойса, бисквит те дұрыс піспей қалады. Енді алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 20-30 минуттай пісіріп аламыз. Бисквит піскен кезде духовкада 10 минуттай тұрғаны дұрыс. Яғни духовканың есігін ашып қоямыз аздап, және де бір 5-10 минуттай тұрады. Достар, біздің бисквитіміз дайын болды. Қазір жан-жағын осылай пышақпен кесіп аламын. Қазір бірге көретін боламыз. Қазір бисквитті осылай бір табаққа төңкеріп аламыз, және де астындағы пергамент қағазын алып тастаймыз. Достар, түрі де біркелкі болып шыққан. Қазір бірге көретін боламыз. Қараңыздар, біркелкі болып, ешқандай жарылу және көтеріліп кету бет жағы ондай деген жоқ. Біркелкі болып шыққан. Достар, осы рецептпен дайындап көрулеріңізге болады. Яғни бұл торттың дайын бисквиті. Бұл бисквитті сіздер пищевой пленкамен орап, холодильникта сақтауларыңызға болады. Қараңыздар, өте жұп-жұмсақ, сондай нәп-нәзік болып шыққан. Ортасын бірге көреміз. Ортасы да жабыспай, көтеріліп, үлпілдеп шыққан. Достар, алдағы уақытта менен тағы да рецепттер күтіңіздер. Маған лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.